Маңғыстау облысы полиция департаменті облыс прокуратурамен бірлесе отырып, оқу жылын аяқталып жазғы демалыстардың басталуына байланысты жазғы лагерьлерде жасөспірім балаларға жол жүру ережелерін үйрете отырып, практикалық тұрғыда көрсетіліп жатыр. Аталған практикалық тұрғыда жаяу жүргіншілердің жолақтарымен қалай өтуін, аула арасындағы өздерінің қауіпсіз қалай ұстауын көрсетудеміз. Бүгін Маңғыстау облысы прокуратурасы мен полиция департаменті бірлесіп заң мен тәртіп қағидаттарын ілгерілету мақсатында өңіріміздегі Фламинго лагеріндегі балаларға жол қозғалыс ережелері түсіндірілді. Сондай-ақ жаяу жүргінші жолағынан дұрыс өту ережелері түсіндіріліп, ауыр жүк көліктерінің соқыр аймақтары бойынша ақпарат берілді. Профилактикалық іс-шараның негізгі мақсаты балаларды жол көлік оқиғаларынан сақтау. Жолдағы қауіпсіздік әр баланың өмірі мен денсаулығының кепілі. Осы орайда Маңғыстау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы және облыстық прокуратура қызметкерлерімен бірлесіп, Фламинго лагерінде демалушы оқушы балаларға жол қозғалысы кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оларды кішкентайынан тәртіпке және жауапкершілікке баулу, жас өрен санасына сақтық қағидаларын сіңіру және апатты жағдайлардың алдын алу мақсатында жапон әдісі негізінде жол жүру қауіпсіздік ережелері бойынша ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Іс-шара барысында оқушыларға жаяу жүргіншілерге арналған жол жүру ережелері, бағдаршам белгілерінің мағынасы, жолдан дұрыс өту тәртібі, қоғамдық орында өзін қауіпсіз ұстау дағдылары көрнекілік пен ойын элементтері арқылы үйретілді.